Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге баршамыздың сүйіп жейтін бауырсағымызды ыстықтай, бірақ та ерекше етіп жасаудың жолын көрсететін боламын. Яғни қара ақшыл күнжутпен жасайтын боламыз. Ендеше қамырына кірісейік. Алдымен аштығымызды дайындап аламыз. Осылайша содан кейін таза ыдысымызға жылы сүтімізді, дайын тұрған аштығымызды және жарты шай қасық тұзымызды салып, сары май немесе маргаринімізді қосып жақсылап араластыратын боламыз. Және де қамырыңыз жақсы жұмсақ болып шығу үшін 2 ас қасықтай майонез қосуды ұмытпаңыз. Мінекей сары майымды да қосып жіберіп жатырмын. Сәл араластырып, үстіне ұнымды бірнеше бөлікке бөліп қосып жақсылап араластыратын боламын. Сол кезде және де 2 ас қасықтай сұйық майды, яғни подсолнечное маслоны құюды ұмытпаңыз. Ең алдымен осылайша қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, қоюланғаннан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп, бостау етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін қақпағын жауып, міндетті түрде жылы жерге немесе қалыңдау матаға орап, тыныштыққа қоюымыз қажет. Сол кезде дрожжымыз әсер етіп, 2 есе 3 есе көтеріліп, қамырымыз дайын болатын болады. Мінекей менде қамырым дайын болды. Қараңыздар, өте жақсы көтерілді. Сондай жұмсақ, нәзік болып көтерілді. Ендеше бауырсағымызды жасауға кірісейік. Бауырсағымызды ерекшелендіретін заттарымыз дайын. Ақ, қара күнжутымыз және жабысу үшін сүтті де осылайша тарелкаға құйып қойыңыз. Мінекей қамырымыз, көтерілген қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Сәл ұнға ұнатып алыңыз, қолыңызға жабыспас үшін. Содан кейін 4 бөлікке бөліп, сүтке малуға ыңғайлы болу үшін домалатып, яғни дөңгелетіп аламыз. Содан кейін ең алдымен сүтке матырып, содан кейін күнжутымызға батырып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Ең алдымен ақ күнжутымызға батырып алайық. Мінекей қамырымызды алдық, сүтке батырдық, содан кейін күнжутымызға батырып, бірден илей беруіңізге болады. Қатты жұқа етіп жібермеңіз, дәл бауырсақтың қалыңдығында етіп жайып алсаңыз болғаны. Достар, егер де сіздермен бөлісіп жатқан рецепттерім, видеоларым ұнайтын болса, міндетті түрде өз пікіріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз, себебі сізбен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей қара күнжутқа да батырып алып жатырмын. Енді осыларды жақсылап жайып, төртбұрышты етіп форма беріп, кесіп, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Мінекей майымыз да қызып тұр. Енді бауырсақтарымыздың бәрін орналастырып, қызартып, әдемі етіп пісіріп алсаңыз болғаны. Қараңыздаршы, қарапайым бауырсақтан гөрі көздің жауын алатындай әдемі болып шықты емес пе? Өте жұмсақ болып шығады. Сіз де жасап көріңіз.